Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді картоппен жасалатын хичинидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Ең алдымен айран 100 грамм айранның 50 граммын өлшеп алып, үстіне жарты шай қасық аз содасын қосып араластырамыз. Бір шетке алып қоямыз. Енді електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қант, бір шай қасық тұз қосып араластырамыз. Сүтімізді сәл ыстығырақ етіп жылытып, үстіне айран қосамыз, сонда жылы болады. Араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне ертілген сары майымызды қосып, ұнымыз біріккенше кішкене араластырып жібереміз. Одан соң үстіне айран, сүтпен араласқан айран қоспасын қосып, барлығын араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болып шығу керек. Азырақ ұн қосып, илеп жібереміз. Таза пакетімізге салып, бөлме температурасында қамырымыз демалғанша қалдырып қоямыз. Начинка менде картошкадан, картошканы жай суға қайнатып, үстіне тұзбен дәміне қарай тұз қостым. Сол жеткілікті. Егерде қолдарыңызда үйлеріңізде брынза немесе сыр болса, араластырып істесеңіздер өте дәмді болады. Менде сыр болмағандықтан тек картоппен жасадым. Енді осы қамырымыздың әрбір бөлігін 120 граммнан есептеп өлшеп аламыз. 6 хичинидің қамыры шықты менде. Осы 120 грамм қамырға, егерде тек картоп болса, 80 грамм картоп өлшейсіздер. Егерде сырмен араластырсаңыздар, 50 грамм картоптың начинкасы, яғни пюресі, 30 грамм үккіштен өткізілген ірімшік қосамыз. Мінекей қамырларымызды осылай дөңгелектеп алып, бетін пакетпен жауып қалдырып қоямыз. Осылай картоптарыңызды таразыға өлшеп дайындап аламыз. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды жайып, осылай ең алдымен кішірек етіп жаямыз да, ортасына картопты салып, шет жақтарын барлығын жақсылап жабыстырамыз, картоп сыртқа шығып кетпеу үшін, және де ұнымызға жақсылап ұнға аунатып, осылай жұқа етіп жайып аламыз. Хичинилардың мен блиницаның формасына сковородкасына пісірдім. Жақсылап сковородкаларыңызға қыздырып аласыздар. Қызғаннан кейін астын жай қойып, осылай бетін 2-3 минутқа жауып қоямыз. Сәл көтерілгеннен кейін келесі бетке аударамыз, сонда осылай ісініп көтерілетін болады, сонда арасы жақсы пісіп шығады. Осылай ісіп жатқан кезде сары май жақсаңыздар болады, немесе ыдыс қалған кезде жақсаңыздар да болады. Мінекей достар, хичиниларымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе сырмен араластырып істесеңіздер күшті болып шығады. Міндетті түрде жасауға сіздерге кеңес беремін. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Өте оңай рецепт. Отбасыңызға сізге ұнары сөзсіз. Міндетті түрде жасаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.